Астанада шабыт шығармашыл жастар фестивалі басталды. Осымен 21 рет өткізілген байқауға 16 мен 35 жас аралығындағы 600-ден астам үміткер қатысты. Олар 5 күн бойы сынға түсіп, 100-ден жүйрікті анықтайды. Мәселен, алғашқы мыс үрмелі аспаптар аталымына 18 адам қатысты, екінші кезеңге тек оның 9-ы жолдамалды. Бұл шабыт байқауы біздің Қазақстандағы ең әйгілі, ең мәртебесі күшті байқау деп айтуға болады. Бұл байқау маған көп затты береді. Толқыныс болды, көп ойладым, сол үшін қателіктер болды. Бірінші орын алам дегенге қатты сенбеймін, бірақ лауреат атанам дегенге сенуге болады. Әр үміткерге артылған жүк ауыр. Олар елдің намысын қорғап қана қоймай, өнер айдынында өрістерін кеңейтеді. Қатысушылардың бұл жылға мүмкіндігін Ресей, Украина, Қырғызстан, Австрия, Македония, Израильден келген көрнекті мәдениет қайраткерлері бағалайды. Әр үміткер жеңімпаз, байқауға асқан дайындықпен келген, күрделі туындыларды нотаға қарамай жаңылыспай орындалғанда таңдай қақтық. Болашақтары жарқын боларына сенемін. Үміткерлер 5 аталым бойынша сынға түсуде. Талантын танытқысы келгендер тыңғылықты дайындалып, бар өнерлерін паш етті. Қатысушылар шабыт фестивалінің деңгейі қашанда асқақ дейді. Жалпы мен соқпалы аспаптарда үйреніп жүргеніме 11 жыл болды. Сол 11 жыл арасында мен 7 аспапта меңгеріп үйреніп үлгердім. Халықаралық, республикалық жарыстарға қатыстым, және халықаралық Ресейдегі конкурстерге қатыстым. Сол жарыстардың ішінен бірінші, екінші орындарды алып келген. Сол осы конкурстың қатысқанның маған ең басты шарты Қазақстанның музыка деңгейі жоғары екенін және басқа халықаралық достарыма осыны дәлелдеу болды. Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылған байқау елімізбен қатар Ресей, Украина, Қырғызстан, Әзербайжан, Өзбекстанның таланттарын тоғыстырды. Фестивальдің биылғы ерекшелігі 6 жыл бұрын бағдарламадан шыққан журналистика аталымы қайта енгізілді. Айта кетейік, байқауға 21 жыл ішінде 10 мыңнан астам үміткер қатысып, жұлдызын жаққан.